Демалыс күндері уақытты белсенді түрде өткізу үшін арналған. Осындай күндердің бірінде азамат саппорт тебуді шешті. Ол саппорт тебуді бастағанда бірден өзенде және оның жағасында қоқыстарды байқады. Азаматтың қайықпен жүзуге деген көңіл күйі жоғалып кетті. Оның қолынан келгені тек жол бойында болған қоқысты жинау. Адамдар азаматты байқады да оған көмектесті. Нәтижесінде олар бүкіл жағалауды бірнеше сағат ішінде қоқыстан тазартты. Азамат өнегенің әрқашан жұппалы екендігіне көз жеткізді. Сондықтан ол бұл мәселені көпшілікке жеткізу үшін тағы не істей аламын деп ойлай бастады. Кенеттен азаматқа жарнама түсіп қалды. Бұл белгі жарайды немесе таргет жарнамасы. Азамат форумға қатысып, өзі сияқты бейжай емес азаматтармен танысты. Олар Балқаш пен Аралдың құрғап жатқанын, әртүрлі су қоймаларын ластанып кеуіп жатқанын талқылап, олардың қалпына келтірудің нұсқаларын іздеді. Олар барлығы бірге су ресурстары мен экологияны қорғау форум құрып, сайт ашты. Онда барлығы бейжай емес адамдар бірігіп мәселені шешу үшін өз идеяларын ұсына алады, немесе жиналып, жақын маңдағы су қоймаларынан қоқыстарды алып тастай алады. Бүкіл Қазақстан бойынша адамдар бірігіп өз қалаларын тазарта бастады. Бір кішкентай қадам үлкен және маңызды іске, елдің экологиясын сақтауға әкелуі мүмкін. Өз идеяларыңа сеніңдер және әрқашан өздеріңнен бастаңдар. Табиғат пен қоршаған ортаға қамқор бол, азамат сияқты бол.